Ал бүгінгі тақырыбымыз пропорция. Пропорция дегеніміз осындай екі қатынастың тура теңдігі. Яғни екі мынандай қатынас бар. 9-ның 30-ға қатынасы тең 27-ның 90-ға қатынасы. Бұның тура теңдігі дегенді қалай түсінуге болады? Мұны 9-ды 30-ға бөліп тең 27 бөлінген 90 қатынастары. Енді жерде қысқартып көрейік. 27-ні 3-ке бөлсек 9, 90-ды 3-ке бөлсек 30. Дәл 30-дан 9, 30-дан 9 екеуі бірдей шықты. Сонда бұны тура теңдігі деп атайды. Екі қатынастың тура теңдігін пропорция деп атаймыз. Енді пропорцияның мынау ортаңғы мүшелері, ортаңғы, ал мына сыртындағы шеткі мүшелері дейді. Шеткі мүшелері. Пропорция негізінде қалай көбейтіледі? Шеткі мүшелер және ортаңғы мүшелер болып көбейтіледі бір-біріне. Яғни осылай, осы бағытта бір-бірімен көбейтеміз. Бізде бірінші есебімізде айтады, өзеннің бойында сал 25,2 километрлік жолды 9 сағатта жүретін болса, 36,4 километрді қанша сағатта жүрді дейді. Осыны пропорция құру арқылы шығару керек. Пропорциямыз сонда осылай болды. Неге бөлдік? Себебі жылдамдықты табу үшін мына жолды сағатқа бөлуіміз керек. Енді бізге есептеуімізге оңай болу үшін мына үтірлерді екеуінде де бір-бір саннан болғандықтан 10-ға көбейтіп жіберейік, екі жағын ешнәрсе қалмайды. Енді бөліп қысқартамыз. Сонда 252-ні 9-ға бөлетін болсақ, мына жерде 28. 28. Енді біз не істейміз? Пропорцияны былай бір-бірімен көтереміз. 9-ның орнында 1 қалды. Сонда 28x дейміз, 1-ге 364-ті көбейтеміз. X тең, сонда 10, сонда көбейтсе, бөлсек 3 болады. 13 болды. X тең, сонда 13 сағатта жүріп өтеді дейміз. Екінші сұрағымызды көрейік. Екінші сұрағы, пойыз 245 километрлік жолды, 245 километрлік жолды 3,5 сағатта жүреді дейді. Енді оның екіншісі бізден не сұрап тұр? 336 километрлік жолды ол қанша сағатта жүреді дейді. Бұл жерде де дәл жаңағындай пропорция. Енді мына жерде де есептеуімізге оңай болу үшін мынадан құтылуымыз керек. Немесе бөле салайық. 200. Қысқартатын болсақ, неға 70 дейміз, мына жерге 1 дейміз. Енді қалай көбейтіледі? 70 пен x көбейтіледі. 1 мен 336 көбейтіледі. Сонда x тең, енді сонда 4,8 сағатта жүріп өтеді дейміз. Міне бізге пропорцияға қатысты мынандай күрделі есептер берілген, осыларды шығарып көрейік. Қалай көбейтеміз дедік? Пропорцияны шеткі мүшелерін 1 көбейтеміз, ішкі мүшелерін, ортаңғы мүшелерін 1 көбейтеміз, тең қоямыз. Сонда бізде 0,65 көбейтеміз, мына екеуін жақшаға аламыз міндетті түрде. Тең 2,5 көбейтілген 1,3 дейміз. Мына жақта бөліп қояйық. Енді жақшаны ашайық. Жақшаны қалай ашатын едік? Жеке-жеке көбейтеміз. 0,165-ті енді 2-ге көбейтеміз. Екі жердегі 5-ім 10, 0 түсі 1 ойда. Екі жердегі 6-ым 12, ойдағы мен 13. 13 артына 2 үтір қайыратын болсақ 1,3x. Енді қосылған 0,165-ін өзі тең. Енді 1,3 пен 2,5-ті көбейтіп жіберейік. 125 шығады екен. 3,125. Енді 0,165 теңдіктің мына бетіне азайту болып өтеді. 1,3x тең 3,125-тен 0,165-ті
азайтамыз. 2,6 шықты. Сонда x тең 2,6-ны 1,3-ке бөлетін болсақ, 2 шығады екен. Енді мына мысалды қарастырып көрейік. Мына жерде бізде 1,5-тен 1 дейді. Бұны 1-ден 10-дық бөлшекке айналдырып алайық. 10-дық бөлшекке айналдыру үшін бөлімі не болу керек? 10 болу керек. 10 болу үшін 5-ті нешеге көбейтеміз? 2-ге. Сонда 1,2 шығады екен жерде. Енді біздің шеткі мүшелеріміз 2,7 мен 3x қосылған 1-ді көбейтеміз. Мына жерде 1,2 еді. Көбейтілген 9, 1,2-ні 9-ға көбейтеміз. Жақшамызды ашайық. 21, x ойда 6, 8, 8,1x қосылған 2,7 жеке-жеке көбейтіп атыр. Тең 18, 1 ойда 9, 10, 10,8. Енді 8,1x тең 2,7 азайту болып өтеді. 8-ден 7-ні алсақ 1, 10-нан 2-ні алсақ 8. Сонда x тең 1-ге, 8,1-ді 8,1-ге бөлсек 1 шығады екен. Енді бізде пропорция түсінікті. Пропорция негізінде 2-ге бөлінеді. Тура пропорция және кері пропорция деген. Біз осы уақытқа дейін шығарып жатқан есептеріміздің барлығы тура пропорция. Тура шығады теңдігі. Өйткені пропорция деген не дедік? Екі қатынастың тура теңдігі дедік қой. Сондықтан олар тура. Мысалы, тура пропорцияға бір мысал келтірейін. Мысалы, 2 сағат бір принтер 2 сағатта 24 қағаз шығарсын. Енді қарайық. Егер мына сағатымызды біз 3 сағатқа көбейтетін болсақ, бұл 2 сағат емес, енді 3 сағат болса, мына жер не істеді? Көбейді, мына жоғарғы стрелка қойын. Көбейді, 3 сағат болды. 2 сағатымыз 3 сағат болды. Енді 24 сағат, 2 сағатта 24 қағаз шығаратын, 3 сағаттына 24-тен көп қағаз шығара ма, аз қағаз шығара ма? Егер бұл жер көп қағаз шығаратын болса, бұл да көбейетін болса, онда бұл тура пропорция. Енді қарайық, 2 сағатта 24 қағаз шығаратын, 3 сағатта енді одан да көп қағаз шығарады, дұрыс па? Өйткені 1 сағатта 12, тағы да сонда 3 сағатта 36 қағаз шығарады. Сонда екеуі де 2-ден 3-ке көбейді, 24-тен 36-ға көбейді. Екеуі де тура пропорция деп аталады. Енді қазір соған есептер шығарайық. Бізде бірінші есебімізде дейді, көлемі 70 сантиметр куб болатын күмістің массасы 735 грамм дейді. Осындай болатын болса, 25 сантиметрлік кубтың массасы қанша болады дейді. X-е белгісіз 70 сантиметр кубтың массасы 735 болса, енді азайды ғой 25. 25 кішкентай одан. Мына санда сонда бізде кішкентай болады. Екеуі де мына жақ азайса, мына жақта азаяды. Екеуі бірдей жүреді. Көбейсе, көбейеді, азайса, азаяды. Енді кәдімгі пропорциямен бір-біріне көбейтеміз. Сонда x тең, қалай? 25-ті көбейтеміз 735-ке, оны бөлеміз 70-ке. Енді бізде есеп тең 245 грамм шықты. Міне 25 сантиметр кубтың ол 245 граммға тең екен. Дәл осының екінші есебін шығарып көрейік. Бұл жерде не дейді? Осы 70 сантиметр куб 735 грамм болса, керісінше 420 грамм ол қанша сантиметр кубқа тең болады дейді. Бізде мынауымыз не істеді? Азайды, 735-е 420 граммға азайды. Сонда енді шығатын санымыз біздің 70-тен азаюы керек. Өйткені ол да тура пропорция. Сонда x тең тура пропорцияны қалай көбейтеміз? Қарама қарсы сыртқы және ортаңғы мүшелеріне. Сыртқы мүшелері 70 көбейтілген 420.
сосын бөлінген 735. Бұл жерде де қысқартайық. Қалды 7, мына екеуі 300. 300-ді енді 7-ге бөлеміз. Сонда x тең 300-ді 7-ге бөлетін болсақ 42,7-ден 4 сантиметр куб шығады. Бұлардың қатынастары 2 бөлінген 3 қой. Бізге мына жерге 9 килограмм құм шекер бар. Мына жерді шиені x дейміз. Сонда егер пропорциямен шығаратын болсақ, 3 көбейтілген x, 2 көбейтілген 9. X тең сонда 18-ді 3-ке бөлсек 6. 6 килограмм 6 килограмм шие қосуға болады екен дейміз бұл жерде. Бізді келесі есебімізде былай дейді. Токер 5 айда жылдық жоспардың, яғни 5 айда жылдық жоспардың 47,5% орындайды. Осындай өнімділікпен 12 айда ол қанша пайызын орындайды деп сұрап тұр. Бұл да бізде пропорция x тең, сонда 12 көбейтілген 47,5 бөлінген 5 дейміз. 47,5-ті енді 5-ке бөлейік. Так, 9-дан 5, 2, 0 ұтырып айырайық. Енді 5. Сонда бізде 9,5 шықты. Енді 9,5-ті 12-ке көбейтейік. Бір ойда 18, 19. Әжер 5, 9, 0, 4, бір ойда 10, 11. X тең 114%-ін орындайды екен. Міне бізде келесі есептің жақсы есептердің бірі. Бізде дейді, жұмыс өнімділіктері бірдей 3 станокта, яғни 3 станокта 3 минутта 9 сақина дайындайды дейді. Ал 6 станокта 24 сақина дайындау үшін неше минут қажет дейді. Бұл жерде де бізді пропорция қоямыз. Міндетті түрде мына жердегі өнім шығатын нәрсе, сақина болсын, бір көйлек болсын, бір жерді қазатын болсын, өнімді жоғары жағын алымына жазамыз. Және бөлеміз 3 көбейтілген 3-ке. Мына жерде 24 бөлінген 6 көбейтілген x-ке көбейтеміз. Енді мына жерде егер қысқартып жіберетін болсақ, мына жерде 9, екеуі де бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда не шықты? 6x тең 24. Енді 24 6-ға бөлсек 4. 4 сағатта, 6 станок 4 минутта 24 сақина өндіріп шығады екен.